Аяқ-қолдың мұздауы кей жағдайларда табиғи болуы мүмкін. Олар әрқашан алдымен суықты сезеді және соңынан жылиды. Бұл өмір сүру механизмінің маңызды элементі. Біз суық ауа райына тап келсек, ми аяқ-қол тамырларының тарылуын мәжбүр етіп, қан айналымын шектейді. Бұдан қан қатты салқындамайды да, маңызды болған ішкі ағзалардағы жылудың сақталуына көмектеседі. Аяқ-қолдың мұздау себептері. Аяқ-қолдың мұздауы кей жағдайларда табиғи болуы мүмкін. Олар әрқашан алдымен суықты сезеді және соңынан жылиды. Бұл өмір сүру механизмінің маңызды элементі. Біз суық ауа райына тап келсек, ми аяқ-қол тамырларының тарылуын мәжбүр етіп, қан айналымын шектейді. Бұдан қан қатты салқындамайды да, маңызды болған ішкі ағзалардағы жылудың сақталуына көмектеседі. Бірақ кейде күн ыстық уақытта да аяқ-қолымыздың мұздап тұрғанын сеземіз. Мұндай жағдай кей ағзалардың дұрыс жұмыс істемеуінен болады екен. Бірі мазасыздық, күйзеліске түсу. Күйзеліске түсу кезінде ағза оған жауап ретінде адреналин бөле бастайды. Бұл гормон денені жүгіруге немесе соққыға дайындайды. Ағзадағы қан айналымының жедел тарылуы ағзаның оқыс жағдайға жайындалуының бір көрінісі. Мысалы, жүгіру, соққы кезінде аяқ-қолыңыз жарақат алса, қан тарылу әсерінен көп қан жоғалтпайсыз. Бұл өміріңізді сақтайтын маңызды факторлардың бірі болып саналады. Емі қандай? Ең маңыздысы көбірек демалу және жүйкені тыныштандыру. Күйзелістен арылсаңыз, аяқ-қолыңыз тез арада қайтадан жыли бастайды. 2. Қан айналымына қатысты проблемалар. Қанның дұрыс айналмауы бұл қол-аяқтың мұздауының ең көп таралған себептерінің бірі. Қан айналымының нашарлауына түрлі факторлар ықпал етуі мүмкін. Варикозды тамырлар. Қан тамырларының бітелуіне әкелетін холестериннің жоғарылауы, глюкоза. Темекі шегу. Жүрек-қан тамыр аурулары. Қозғалыссыз өмір салты. Емі қандай? Егер аяқ-қолыңыз жиі мұздап қала беретін болса, дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Дәрігер қан айналымы бұзылуын. Темір тапшылығы анемиясы. Қандағы гемоглобин тапшылығы қолдарыңыз бен аяқтарыңыздың үнемі суық болуының негізгі белгілерінің бірі. Емі қандай? Темірдің жетіспеушілігі әдетте әлсіздікпен, тез шаршаумен, шаш пен тырнақтың сынуы арқылы білінеді. Егер осы белгілерді, сондай-ақ аяқ-қолдың мұздағанын байқасаңыз, дәрігермен кеңесіңіз. Ол қан анализінің нәтижелеріне негізделген диетаны немесе нақты дәрі-дәрмектерді тағайындауды ұсынады. 4. Қалқанша безі гормондарының жеткіліксіздігі. Гипертиреоз қалқанша безінің гормонын әдеттегіге қарағанда көп бөле бастауы. Басқаша айтқанда, гипертиреоз гипотиреозға қарама-қарсы ауру. Қалқанша безі гормондарының төмендеуі ағза жұмысын баяулатса, гипертиреоз кезінде ағза жұмысының қарқыны қатты артады. Гипертиреоз белгілері. Жүйке жүйесіндегі өзгерістер, ұйқысыздық, көңіл-күйдің аумалы-төкпелілігі, тершеңдік, әлсіздік, жүректің қатты соғысы, дірілдеу, әсіресе сосарқы дірілдейді. Қадай алмау, арықтау, іш өту. Жоғарыдағы белгілер біліне бастаса, міндетті түрде эндокринолог дәрігерге қаралу керек. Бұл ауру қатты асқынбаған болса, емделуге болады. Емі қандай? Консервативті емдеу түрі, препараттар көмегімен емдеу, радиотерапия, радиоактивті йод көмегімен емдеу, хирургиялық емдеу, наркоз негізінде операция жасау. Көбіне бұл ауруға әйел адамда шалдығады. Ал аяғы ауыр және бала емізіп жүрген әйелдерді гипертиреоздан емдеу өте қауіпті. Ұйқының бұзылуы, ұйқысыздық метаболизмді және қан айналымын баяулатады. Қан ағымының баяулауы басқалармен қатар аяғымызды мұздауына алып келеді. Емі қандай? Ұйықтап күніне кемінде 7-8 сағат демалуға тырысыңыз. Бұл аяқ-қолдарды жылытуға ғана емес, сонымен қатар жалпы әл-ауқат пен денсаулыққа пайдалы. Қысы-жазы қол-аяғы жылынбайтын жандар бар. Тіпті тоңумен қатар аяқ-қолдары дымқыл болып жүретіндер де жиі кездеседі. Үнемі мұздап жүрудің себебі неде? Аяқ-қолдың мұздай болуы қан айналымына тікелей байланысты. Қан айналым адам бойындағы температураны қалыпты жағдайда ұстайды. Аяқ-қолы жылынбаса, онда анемия, артерия тамырының бір аймағында тұйықталу немесе басқа мәселелер болуы мүмкін.
Мамандардың айтуынша бұл жағдай көбіне әйелдерде кездейді екен. Себебі нәзік жандылар сезімтал келеді. Бауырға зақым келсе де аяқтың тоңып жүруі ықтимал. Өйткені бауыр адам ағзасындағы энергия алмасуына қатысады. Дегенмен мұндай кінараты бар адамдарға бұл мәселені жеңудің жолы қиын емес. Ол үшін біріншіден кеңірек киім кию керек. Мысалы, бір өлшем артық аяқ киім, сәл кеңдеу көйлек кигеніңіз абзал. Яғни, дене мен киім арасында жылы ауа қабаты пайда болғаны дұрыс. Ол денені жылытады. Сала мамандарының айтуынша аяқ-қолды жылытудың тағы бір шешімі өткір, дәмді азық-түліктерді жиі тұтыну. Олар тамырды кеңейтеді. Жүректегі қан айналымының белсенділігіне жол ашады. Дене қызуын көтереді.